Құлымбетов Ұзақбайдың қызымын. Атым орынша Қарабайна Қазыбаев дегенде жазушы болған, идеологияның секретары болған, сол кісінің жұбайымын. Құлымбетов Ұзақбай біздің мемлекетіміздің негізін қалады. Алашордашылар автономия республика құрайық деді, құру үшін отырысын жасады. Одан кейін барып мемлекетті кім басқару керек, соның құрамын бекітті, әскерді жасақтауымыз керек деп, міне сондай жұмыстарды атқарды, бірақ артынан ол кісілер ол жұмысты орындай алмай қалды. Әрі қарай автономия республикаға еңбек сіңірген, өмірінің 46 жас Құлымбетов өмір сүрсе, сол 46 жылдың 20 жылын автономия республикаға өмірінде. Мемлекеттің мұғалімдік жұмысынан бастап, мемлекеттің барлық сатылардан өтті. Ең соңында Ұзақбай Құлымбетов орталық атқару комитетінің төрағасы болды. Сол азамат жөнінде ұзақ уақыт тыныш жаттық. Тарихшыларында бір-екі мақала жазғанынан басқа ештеңе жасай алмады. Сондықтан мен 1917 жылы Құлымбетовтың 125 жылдығына байланысты үкіметке өтініш жаздым. Соған байланысты ол кісілер Құлымбетовті атап өту керек деген қаулы шығарып, сол қаулы бойынша біз мына тарих институтына барып, тарих институты бір томдық кітабын шығарды. Ал орталық архив Алматыдағы ол бір томын 45 басылым материал дайындады. Осы уақытқа шейін мәдениет министрлігі шығарамыз деп әлі шығарған жоқ. Бұл кітап сонда ұйықтап жатыр. Ал Құлымбетов тіпті осы Алматыға үлкен еңбек сіңірген адам. 1927 жылы 3 март күні Құлымбетовтың басшылығымен мына Қызылордадан Алматыға көшу жөнінде комиссия құрылған. Сол комиссияның басшысы Құлымбетов Ұзақбай болған. Сонда ол алғашқы отырысы, Құлымбетовтың жасаған алғашқы отырысы 27 жылы 3 мартта болған. Сонда комиссия мүшелеріне тапсырма береді. Алматының жағдайын барып тексеріңіздер, содан кейін барып барлық жағдайды хабарлаңыздар деп. Міне сол бойынша Алматының территориясын ұлғайтып тапсырылған Құлымбетовтың басшылығыменен Алматыға Ташкенттен пединститутты көшіру жөніндегі мәселені қозғаған. Алматыда мына селқоз институты бар ма, ауыл шаруашылығы. Сол институтқа территория көп беру керек деген. Өйткені студенттер ауыл шаруашылығына байланысты тәжірибеден өту үшін ол территорияны көп кіргізгенде Құлымбетов. Алғашқы картаны жасаушы да, алғашқы Қазақстанның картасын жасаушы да Құлымбетов. Құлымбетов орталық атқару комитетінің төрағасы болып тұрғанда біздің автономиялы республикамыз 36 жыл одақтас республика. Міне сол Құлымбетов ұмытылды. Қазір кітабы шықпай жатыр. Екінші, мына 19 комиссар неде жатыр? 19 комиссар Боралдайда жатыр. Ол жөнінде біз көп мәлімет білеміз. Сондықтан біз 91 жылы ол жерде митинг жасап талай тұрғанбыз. Мына жерде біздің сол митинг жасап жатқанымызды біліп, кейбір енді басшылар болу керек, аудандық бөкен, шошқа фермасына айналдырамыз деп бір барсақ, шошқалар қаптап жүр. Содан кейін біз айғайды салып, шошқалардың барлығын қудырдық. Сөйтіп барып, бізді облыстың басшысы жарайды енді ескерткіш салайық деді. Сөйтіп барып ескерткіш салған, ескерткіштің салуына барсақ, ол ашаршылыққа байланысты ескерткіш келді. Ол жерде ашаршылықта өліп жатқан адам жоқ. Ал одан кейін Байтұрсыновты, рас Байтұрсыновты біз жақсы білеміз. Ол мемлекетіміздің тұлғасы, Байтұрсыновтың суреттері. Ол жерде 19 комиссар жатыр. Мен сол 19 комиссардың осы уақытқа шейін біз айтып келеміз, бір-екі сараңыз, ұрпақтары кетіп қалды. Бірақ 19 комиссар аты белгісіз Боралдайда жатыр. Сондықтан енді біздің айтарымыз, жоғарғы басшыларға да айтарымыз, бизнесмендер болса оларға да айтарымыз, сол мына 19 комиссардың басы көтерсе сөйлейді. Ең болмаса 19 тур, басында айтқан 19 тур қойыңыздаршы, жүргеніп деп қойсаңыздар да болады дегенбіз. Болмаса үлкен вариев жасап, үлкен бір ескерткіш алаңына айналдырса деген тілек бар. Алмаған мемлекеттің кейбір билік басында жүргендер айтады, апай біз жаңалықтан ашып жатырмыз, жаңалықта өлді дейді жоқ.
олай емес, жаңалық келген жоқ. Кезінде Роза Сырғабекова бастаған бір топ адам ол жерді зерттеткенде адамдардың басы толмады. Сол басын қараған кезде желкесінен атқан екен. Ал 19 комиссардың жатқанын бізге айтып кеткен 37 жылдары Алматы облысының басшысы болған Шақпақ Артықбаев деген ағаларымыз болған. Сол Шақпақ Артықбаевтың бір күні жүргізуші жоғалып кетті. Содан бір жетіден кейін жүргізуші келеді. Өң жоқ, түс жоқ дейді. Содан кейін ол біледі ғой, как раз көмбеттерді айғайлатып жатыр, жау деп, көмдік, аттық деп жатыр. Содан кейін қаланың шетіне шығарып алып барып, ал айтшы, не болды саған деген кезде, ол айтады, мені айтпа деген, мені атып жібереді, ұстайды. Айта алмаймын. Жоқ, айтасың, сен қайда болдың? Мен бастығым, мен ғой, маған неге рұқсат сұрамайды? Ойбай, мені аяқ астынан алып кетті. Сөйтіп көзімді байлап, Жержинский түрмесінде барам, көзім байланады, барып отырғаннан кейін. Содан кейін бірдеңені жасап атады, сосын жүр дейді, ол кезде көзімнің несі алынады, сосын Боралдайға барам. Сонда бірде жаңағы тасып жатқанда бір не болып қалған-ау деймін шамасы. Водитель ұрсады ғой, давай, көмектес деп. Сонда қапшықты ала қолын киген кезде қапшық қан екен дейді. Адамдардың сүйегін көрдім, қапшық. Сондай 19 қапшықты сол жерге қойды дейді. Менің көзімді байлаған менің бәрібір мен байқап отырмын дейді. Содан кейін барып, ол жерді кейін 19 күн төмпешке сатсалған екен, оны неғып? Тегістемек болып, өздердің бір трактормен тегістеп тұр. Бірақ бәрібір төмпешіктер қалған екен. Міне содан кейін енді соны айтады. Содан кейін ол жоғалып кетеді, оны ұстап кеткен Шақпақ Артықбаевтан етіп қойған. Бірақ ол жерге Шақпақ Артықбаев белгі қойып кетті, бір іссапарға жүргенде, мына неге кетіп бара жатқанда. Осы түнде барып белгі қойып кетті, жаңағы водительменен. Кірпіш қойған, бірдеңе қойған байды. Содан кейін 58 жыл кім қайтып келеді ғой. Қайтып келгеннен кейін соған барады. Сосын 19-дің ұрпақтарын іздейді. Сонда Марат Есқараевтың баласы Марат кездесіп, Маратты ертіп апарып көрсетіп, содан кейін ұрпақтары кездесі айт дейді ғой. Бірақ ол айта бастаған кезде жағдай қиын болады, сосын үндеме қалады. Дегенменен сол сыбыс Шара Жандарбековаға жетеді. Шара Жандарбекова апаңыз Дәмеш апамның Жүргеновтың әйелі Дәмеш апамның подругасы болатын. 36 жыл декадыға барған адамдар ғой бұлар. Соныменен сол жерде мен сол күні бара алмай қалдым. Ал бұлар сол жерде сүйректесіп жылап тұрған нелері бар. Ал осы жер, осы баққа шейін ол кісілердің атаусыз жатыр. Ол кісілер тарихтан орын ала алмай жатыр, әсіресе Құлымбетов. Не тарихтан, не әдебиеттен, не саясаттан орын ала алмай жатыр. Тек Құлымбетовтың 100 жылдығын атап өту үшін Назарбаев Нұрсұлтанға рахмет, осы кісі 100 жылдығын атап өту керек деген қаулы шығарттырып, осы Алматыда резиденцияда, одан кейін Ақтөбеде өзінің туған жері Ырғызда 100 жылдығын өткізген. Бірақ содан кейін оған берген атақтарының барлығы береміз деп айғайлады да, аяғында не көшенің аты, не мектептің аты берілмей қалды.